көйлектерге қатысты сендер таныстықтасыңдар ма, сөйлесіп жүрсіңдер ме деген сұрақтар. Біз негізі таныстықтамыз, таныстық тоқтамады, бірақ жиі сөйлеспейміз. Телефонмен хабарласып, каждый там полчаса ондай бізде жоқ, себебі 16-18-дегі жас қыз жігіт емеспіз. Біз лучше кездесіп, бетпе-бет сөйлескен дұрыс деп есептейміз екенімізде. Қайырлы күн, достар. Бүгін әдеттегідей историяға шықпадық қой енді. Қазір сол біз Марфулға келеміз ғой. Өтіп баратсам біреуді көріп қалдым. Білмеймін, бір жақтан көріп едім, бір қосайықта отырады ғой мына жерде. Әлшер ме еді есіміңіз? Әлшер Асылбай деп сөйледі. Әлшер Асылбай, ой. Қалайсыздар, құрметті достар, амансыздар ма, елдердің оқырмандары? Сол елдерді көріп қалдық. Вообще барахолкада көріп қаламын деп ойламағанмын ғой. Сол үшін осылай бір-бірімізді кішкене жалықтырып алмайық деген ойда шығар мүмкін. Жалпы бәрі жақсы сияқты, білмеймін енді. Өзім де түсінбей жүрмін, не болып жүргенін көреміз енді қалай болады екен. Бір кездесу керек болушы негізі. Бір-екі салғанмен после түсіргенбіз ғой. Послеға уже свет мынандай дневной свет болмайған, и видеоның екеуін бір-бірін до мен после салыстырсам вообще келмейді. Монтаж жасасақ та келмейді. Сонымен енді тура кешегідей киініп, кешегідей шаш жасап, обратно еду в стоматологию, сол жерде послесін түсіргіміз қайттан шықтық. Мен мобилографтың жанында зәрленіп жатыр ол кісі. Настроение шақ. Сол, біз сондай қарапайымбыз негізі. Біз барахолкадан киінеміз, дұрыс па? Иә, әрине. Конкретно. Манда автобуста жүретін адамбыз енді. Сенде өзінің машинасы бар, мен автобуспен жүретін адаммын. Манда бүйтіп көрмеңіздерші, блогер деп. Сол кездестіріп қалдым Әлшермен, сол сөйлесіп әңгімелесіп, сол ұнады екенсің ема. Қосайық бітсе де, брат, қалайсың деп құшақтасып, амандасып, что там не хабар деп. Я досым, конечно. Кайф.